Қайырлы күн, сіздермен Әсем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін пеште ерекше дәмді көкөністер дайындаймыз. Керекті заттардың барлығын толықтай төменде жазып қойдым. Ең алдымен біз сұйықтығын дайындап аламыз. Оған ыдысқа жұмыртқаны жарып саламыз. Одан кейін сүтімізді, тұзымызды, сұйық майымызды құйып, барлығын толықтай венчиктің көмегімен араластырамыз. Мен алдын ала гүлді капустаны 2-3 минут ыстық суда пісіріп алдым. Барлығын араластырып болғаннан кейін біз арнайы пеште пісіретін ыдысымызға барлық көкөністерімізді кезекпен саламыз. Мен алдын ала көкөністердің барлығын турап қойдым. Көкөністердің барлығын салғаннан кейін үстіне жұмыртқа мен сүтімізді құямыз. Пешімізді алдын ала 200 градусқа қыздырып қоямыз. Ең үстіне ірімшігімізді саламыз. Қызып тұрған пешімізде қызарғанша 25-30 минут пісіреміз. Көкөністеріміз пісті. Иісі керемет, денсаулыққа пайдалы. Осындай денсаулығымызға пайдалы, жеңіл тағам дайындаңыздар. Балаларға да ұнайды. Таңғы асқа да ұсынсаңыздар болады. Менің каналыма лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.